2016 жылдың алғашқы жарты жылдығында солтүстік Қазақстан облысы өндірістік кәсіпкерлік үлес салмағы 1%-ға, ауыл шаруашылығы саласы 2,2%-ға, құрылыс жұмыстары 5,8%-ға артқан. Бұл туралы солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов облыстық мәслихаттың сессиясында есеп бере отырып мәлімдеді. Өңір басшысының сөзінше, облыстың агроөнеркәсіп саласына мемлекеттен үлкен қаржылар құйылып жатқанын айтады. Тек биыл ғана субсидия көлемі 23,5 миллиард теңгені құраған. Сонымен бірге ауыл шаруашылық өнімдерін өңдеу саласын дамыту бағытында жұмыстар жалғасып келеді. Дополнительные объемы производства мы также ожидаем от реализации проектов карты поддержки предпринимательства, куда вошел 41 проект с общим объемом инвестиций 33 миллиарда тенге. В первом полугодии 6 проектов успешно реализованы. Среди них Петропавловский тракторный завод, который в этом году был презентован главе государства в рамках очередного телемоста. В рамках карты поддержки предпринимательства до конца года планируется ввести 4 проекта стоимостью 1,7 миллиарда тенге. Будет освоена новая для региона импортозамещающая продукция быстрого приготовления. Өңірде шағын және орта бизнесті дамытуға зор көңіл бөлінген. Нәтижесінде ретінде айтар болсақ, жыл басынан бері өңір кәсіпкерлерімен 50,5 миллиард теңгені дайын өнімі шығарылған. Ал инвестициялар тарту мен инвестициялық климатты жақсарту аясында Қытай, Франция, Финляндия кәсіпкерлерімен ынтымақтастық жөніндегі 6 меморандумға қол қойылып отыр. Буквально вчера мы с рабочей поездкой были в Курганской области. Мы провели ряд встреч с губернатором и представителями региона. Провели прекрасную ярмарку сельскохозяйственную в центре, в центральном рынке. Видели, как продукция Северного Казахстана пользовалась огромным спросом. Мы, по сути, то, что привезли, все полностью продали по хорошей, выгодной для нас цене. И реально есть хороший спрос. И мы заручились поддержкой губернатора Кокорина Алексея Геннадьевича о том, что нам препятствий по продаже не будет. Поэтому вчера мы провели встречу с 3 крупными торговыми сетями. Они все готовы продавать нашу продукцию. Я думаю, что это хороший рынок для нас. Я думаю, что эти встречи и подписанный меморандум уже в ближайшее время дадут хороший результат. Әлеуметтік маңызы бар мәселелердің бірі тұрғын үй құрылысын дамыту болып тұр. Осы ретте облыста бюджет қаражатынан нұрлы жол және өңірлерді дамыту бағдарламалар аясында 11 баспана пайдалануға беріледі. Оған қоса жастарға арналған 6 жатақхана мен 5 бір пәтерлі баспаналар осы жылы қолданысқа тапсырылу көзделген. Ал жеке тұрғын үй құрылысы үшін Солнечный кентінде биыл және 2017 жылдары 500 жер учаскесі бөлінбек. Яғни бұл өзінің жеке баспанасын тұрғызамын дейтін мыңдаған солтүстік қазақстандықтар үшін жағымды жаңалық. Для ликвидации чрезвычайной ситуации выделено из областного бюджета 70 миллионов тенге. Из резерва правительства мы уже получили 1,3 миллиарда тенге. Из них 641 пойдет на ремонт автомобильных дорог, 84 на ремонт улиц населенных пунктов, 599 миллионов тенге на реконструкцию дамбы в районе кожзавода города Петропавловска. В целом по области 560 семьям оказана социальная поддержка, материальная помощь тех, кто пострадал в паводковый период. Ағымдағы жылы облыста 345 жаңа балабақша орны ашылған. 2016 жылдың соңына дейін тағы 593 балабақша орнымен кішкентай бүлдіршіндер қамтылмақ. В текущем году в области полностью решен вопрос трехсменных школ. Сейчас завершается строительство школы-интерната на 400 мест в Новоишимском районе. В селе Новоишимское в районе Габита Мусрепова. Школы на 300 мест в городе Тайынша Тайыншинского района по президентской программе «Нұрлы жол». Қазіргі күнге дейін күрделі жұмыстар жүргізіліп жатқан өңірдегі білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет ошақтарының жөндеу жұмыстары 90%-ға аяқталып отыр.